Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен оригинал рецептпен дайындалатын корейдің капуста салатын бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге капуста қажет болады. Капустаның салмағы бізде 1 килограмм болуы қажет. Яғни туралған кездегі салмағы бізде 1 килограмм шығуы қажет. Капусталарды осылай 3 бұрыш етіп турап аламыз. Және де бөлек ыдысымызға салып аламыз. Осылайнан барлық капустамызды турап дайындап аламыз. Дайын болған капустамыздың үстіне 20 грамм тұз және де 70% 9 грамм уксусымызды салып, барлығын бір келкі болғанша, яғни барлық жеріне тигенше қолымызбен күш салып, езгілеп аламыз. Осылай араларын ажыратып жіберіңіздер. Бізде капустаның кішкене суы бөлінуі қажет. Бетін жауып, 1 сағатқа бөлме температурасына алып қоямыз. Енді үстінен құятын соусымыз дайындаймыз. 100 грамм кішкене қызған майымыздың үстіне қызыл бұрыш, паприка және кориандрымызды салып, 30 секунд газде қалдырамыз және де астын өшіреміз. Одан көп қалдырмаймыз, өйткені біздің дәмдеуіштеріміз күйіп қарайып кетуі мүмкін. Үстінен 20 грамм қант қосамыз. Алдын ала туралған сарымсақ, қызыл бұрыш және де үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, үстінен майымызды құямыз және де бір келкі болғанша араластырамыз. Майымыз бізде ыстық болуы қажет. Қалаларыңыз бойынша ас көгімізді және де ең дәмді болатын өзінің корей салаттарының фишкасы күнжутный масломыздан қосып, барлығын араластырып, кемі 1 түнге холодильникке қалдырамыз. 1 түннен кейін пайдалана берсеңіздер де болады. Өте дәмді, базардағы корей салаттарынан артық болса кем емес. Дайындап көріңіз.